Мына қымыран қымыз ішіп аласың ғой ше. Ойбай деген үлгермей қалады сыртына. Шынды. Мына не киіп алған қасапшылар ұқсап. Мына кожа ғой, біздің базардағы таза кожа деп сататындардың кожасының қасындағы қарағандағы кожаның кожасы ғой мынау, не айттың? Ойлашы, Санчо, осы заманда тамагемен простой кәдімгі адамсың. Ал біздің елде байлар, моделар, қымбат адамдар келді ме? Жоқ, по идее, мына киімдердің барлығына ше, мадейін қазақ хандығы деген этикетканы жабыстырып, экспортқа шығарып сатуға болады. Бұлай ақша көтересің. Ақша, ойым. Бай-бай! Негізі мынандай ұзын күректі. Мына тойда гулянкіде жүргенде мешітке кіреді ғой. Сондай кезде киген ғой. Күшті екен. Сен бар ғой, Даяна. Жабық киінсең түрің онша емес болып қалады. Одан ашықша ашығанда безалаберный болып. Ей, Бека, не болды без настроения тұрсың ғой? Ана удардан кейін әлі есіңді жинай алмай жатсың ба? Жігіттер, сендерге бір нәрсе айтайын. Бізге су берген шал бар ғой. Соны осы ауылда көргем. Соны іздеп тауып алуымыз керек. Әлі емделмеген ба, бір жақсы бір тәуіп керек еді бар. Сенің атың Бека, азан шақырып қойған атың Бека. Скорая! Кетші бар. Тағы мазақтай беретін болса, сол скорый өзің еріп бар. Бар орын артыш. Бірақ жігіттер, жоқ жігіттер. Бека дұрыс айтады. Сол шалды таппасақ біз елімізге қайта ораламаймыз. Негізі, по идее, біз ана шалды тауып алатын болсақ, концертке дайындалуында қажет жоқ қой, спокойно кетіп қаламыз. Күшті, давай. Сонда мен бекерден екі өлең дайындап қойдым дейсіңдер ма? Біріншісі анау dance me, dance me, dance me, ана екіншісі жоқ, Санжан, былай жасайық біз. Ол концерт қоя тұрш. Біз Бека екеуміз дәл қазір орталық базарларына барайық. Базарға барамыз, андай ескі құнды заттар бар ғой. Соның барлығын арзан бағада аламыз. Сөйтіп өзіміздің елге қайтқан кезде заманымызға барғанда қымбат бағада сатамыз қалай. Бизнесмен өзігі тығып үлгеріп жатыр. Онда мен бүйтейін. Осы районның ана чиксаларымен сөйлесіп айтайын. Информация бәрі соларда емес пе? Ой, шам, баяғы заманнан елдер өсек тасымайды шығар. Бека, сен бірінші өз-өзіңе кеп ал, мақма маған сөйлер алдың. Женщина біле білсең, и в Африке Мерседес. Жігіттер, менен мына идея бар. Мен осылай әп-әдемі болып киініп аламын да, шалдармен сөйлесем. Даяна, есінде болсын, бұл заманның шалдары біздің заманның шалдары сияқты бай емес. Шатасып қалма. Иә, мен де осы маңайды аралап қайтайын, шал осы жерде болып қалар. Иә? Осы маңайда қояды, сен Аға Сұлтан үйіне бармақшы ғой. Жүр базарға кет. Тура Шаулин болдым ғой мына мен. Ей! Не үшін? Биден ерлайын жүрсің бе? Жоқ. Бір шалды іздеп жүр, бір шалды. Бір шалды несі? Аға Сұлтанды алып қашып кетейін жүрген жүрсің бе? Жоқ. Қорланды болмаса. Жоқ, ештеңе. Шал жоқ болса кетейін мен. Татыр кетпе. Сендер шынымен болашақтан келдіңдер ме? Қазір я десем сенбейсің ғой бәрі. Саған мен сендердің болашақтардан келгендеріңе о бастырсың. Шынымен? Қуанып бақытты болып кеттім ғой, кәдімгідей. Қуанып кеттім. Қызым ұсынысыңа едік түргенде қуандың қызым? Жоқ. Одан да сен ана айт та, болашақта не болады? Жоңғарлар жеңеміз ба, жеңбейміз ба? Жоңғар? Жоңғар деген ел болмайды да жеңбек түгілі. Қош! Иә. Құдай қаласа. Аңырақайды, аңыратып жіберейін түргенбіз ғой. Сосын бар ғой, 6 ай бойы жүретін жолда 6 сағатта жетесің. Пойыз, самолет дегендер болады. Сағат деген не? Сені пойыз, самолет қызықтырмады ма? Сағат деген күннің шығып, ортасына келгені 6 сағат. Біз ондай уақытта деген үйден ең шығып атасың ғой? Ондай бізде де бар. Келіншегімен шығасың ғой бір жерге. Өмір кешіп жүресіз ғой 6 сағат. Және де телефон деген бар. Әлемнің қай жерінде болсаң да сөйлесе аласың.
телефон. Иә, кәдімгі сөйлесесің. Ай, түсінікті, мынауың түсінікті. Біздің жақтағы әрі хабаршыларды болашақта жаңа телефон дейді. Басқаша ғой. Мысалға бізде бір хабаршы болды, соны бір ауылдан бір ауылға жібердік. Бара жатқанда сөзін ұмытып қалған, анау хабарын ұмытып қалған, басқаша айтқан ғой. Екі ауылдың ортасы соғыс басталды. Сосын дағы не бар андай? Банкомат деген бар, андай. Банкомат? Иә, сондай төртеу ашып саласың, аласың, келесің. Иә, кәдімгі ұшады, үшеу төртеу келеді. Мойынменше. Иә, мойынмен де ол бар, төртесі. Иә, кәдімгі түп көп үшеу келеді. Кесе аламыз, қылыш аламыз, қолдан жасалған әшекей бұйымдар. Кең сағат. Мыналардың же базарларында санитария деген мүлдем жоқ қой. Сестан келсен ан бәрін бірттеп тұрып, айырып тастайын деп тұр ғой негізі. Құрмаш, сен істеген орын жоқ шығар бұлар. Көке, мына бір дорба алмаңыз қанша тұрады? Бұлар екі алта тұс. Міне кезінде бәрі бартерге жұмыс жасаған ба? Ал әшекейлеріңіз қанша тұрады? Олар енді 10. Мынауыңыз дұрыс енді. Сіз карточка қабылдайсыз ба? Перевод деген жоқ па? Ойбай, ақшам барлығын карточкада сақтау керек деп жыр болып жүредің ғой? Ой, кеттім мен. Бар, банкомат іздеп қайт. 10 мың дедіңіз ба? Қараңыз 10 мың. Мына бір жапырақ қағаздың бар. Қай бетіңмен беріп тұрсың? Бізде де құны жоқ, сіздерде де құны жоқ. Не болып тұр өзі? Мынаны алсам. Бір жапырақ қағазын бере бермеші маған. Доллардың құны жоқ па де? Базары не? Түсінгенім бойынша бұл жерде ақшаның мүлдем құны жоқ сияқты. Неге сіздер негізі базарларыңызға күре тиғып, пожарный ход жасап, сөйтіп жақпайсыздар? Оның не керегі бар ма? Аха. Біле білсен барахолкада да солай айтқан сатушылар, не керегі бар деп. Бүкіл зат өртеніп те кетті ғой. Ештеңе алмайсың ба, саудамын. Кетші аяқ. Жоқ, енді негізі мен сізге әшекей аламыз, қолдан жасалған. Сіздерге мега ашу керек. Мега. Үлкен мега ашасыздар да, ана есіктер өздері ашып жабылады. Сіздерде ана ханның алдына барғанда батырлар бүйтіп найзамен тұрмай ма бүйтіп есікті ашып жауып. Соның орнына кәдімгі есік өзі тұрады, ашылады, оң жаққа бірден сөйтіп қасыздар, сосын артқы жағынан өзімен өзі көтерілетін лестница бар ғой, сол лестницаны қойып тастайсыздар, лестницамен көтеріледі, арғы жаққа кіреді, өңшең ана брендовый киімдар, қымбат заттар сатады. Вот сол жерге барып точка алып алсаңыз, дерсіз. Біздің заманда солай. Сонда сенің жасың нешеде? 23-те. 23-те? Иә. Онда сен 2 ай елу 7-8 бала-шағаң бар шығар, иә? Жоқ, 2 ай емес, бала-шағам да жоқ. Жоқша? Жоқ шығар дедім ғой, жоқ бала. Қалайша? Әке-шешең үйлен демей ме? Керісінше үйлен дейді, бірақ бізде карьера, ресторан, той, жұмыс сондай бар да. Тоқташ, маған мүлдем түсініксіз сөздер айтып кеттің ғой. Кейде қуатым бар, мән бермей қой. Ауыл керемет, е? Иә. Айтпақшы, біздің ауылда ең керемет жер бар. Көрін келді ме? Иә, көрсетші. Бірақ оны күн батқанда қарау керек. Онда кешкі жақын әкемнің шайын беріп болған соң, ауылдың шетінде жолдай. Болды. Жақсы болар еді. Жақсы. Иә. Мына менің саған сыйлығым. Сен тура бір алма ағашы сияқтысың. Неге? Үстіңе шыққың келеді де тұра. Ладно. Қолыңды берші. Анам айтқан жігітпен некелеспей жатып, қолын ұстатқызбасын деп. Өзім заманым дұрыс екен ғой. Некелеспей біраз емес. Не деп тұрсың? Жоқ, ничего, проехали. Ода тұрған несі бар екен? Қазір-ақ некелесе саламыз. Міне, пожалуйста, некеміз қиылды. Ағам көрсе екеумізді өлтіреді ол. Сенің қолыңда не? Сен арманың жоқ. Сілімтек! Мен қарындасым қолын ұстауға қалай дәтім барды, а? Ағам, сілімтек! Қарлан. Мына жер шынымен де керемет екен. Иә. Мен анамды сағынып, жалғызсыраған кезінде осы жерге келіп өз-өзімен тілдесем.
іштегі сырыңды шертемін. Мен шынымен ғашық болған сияқты. Кімге? Ауылға. Иә. Негізі өміріңде шын ғашық болып көрдің бе? Иә. Кімге? Саған. Қорлан, менің бір түсінгенім, сен менің өмір бойы іздеген ғашығымсың. Айттың сен. Жігіттер, Даяна, тұрыңдаршы, ұйқылаңдарсыздар жігіттер, қыздар, пожалуйста. Қойшы, таншы, екінші барға бара салам. Екінші бар, без қуасым, Даяна, хотя бы сен тұршы, Даяна. Тұршы, пожалуйста. Даяна. Клубта қыздармен билеп атып, күшті түс көріп бір Сендер қуасыңдар ма, Бека, хотя бы сен тұршы, Бека. Кеше 2 рет сен ұйықтап тұрдың ғой, тұршы, Бека. Естерің дұрыс па, Санжарды басын алайын деп жатыр, тұрыңдаршы, әнесі. Неге? Санжарды басын аламыз дейді. Бір қыздың қолын ұстаған, сөйтсе ағасы оны қолын ұстаған үшін басын алам деп жатыр. Сол үшін енді басын алмайды шығар. Басын алыңдар. Айттым ғой сендер, болып тұр, жүгір. Мен басымды алыңызшы, аға. Мен басымды. Жоқ, мен басым керек өзіме. Басым нес? Не айттыңдар? Бастамаңыздар, құдеке, қымыраннан қымыздар. Бастамаңыздар. Сен адам емес екенсің бар ғой, мен үшін бір басымды аядың ба? Бұл ит менің қарындасымды қолын ұстаған үшін арқасынан 100 лира соғылады. 1 жыл мен құлым болады. Ағау, құлыңды күтейін, құлыңды просто жібере салшы, өтініш, аға. Аға, мүмкін келісерміз. Иә. Мына достарымды қаншаға бағалап тұрсыңдар? Қаншаға бағалағанда, енді мынау сіздерде құнсыз. О, мынадан басқа дым жоқ. Болса. О, Құдай! Мынау не деген сиқыр? Сиқыр дегенде бұл не? Зажигалка ғой, просто ішінде тоқ бар, газ бар. Жоқ, бұл өте сиқырлы зат. Ежелгі Парсы елінен келе жатқан. Ой, қандай Парсы ел? Магазиннен алдық. Бұл деген Парсы елінен келе жатқан өте көне зат. Бұндай жалғыз. Бұл біз кетті, бұл біздің атадан балаға келе жатқан мұра. Бұны біздің аталарымыз берген бағалы зат. Өзім балама берем ба деп едім енді. Досым үшін сізге сыйлаймын. Рахмет. Керемет жан екенсің. Екінші рет мен қарындасыма тиісетін болсам. Аға, өліп кетейін. Енді сіздің де қарындасыңызда да мағай да жақындамай. 1 километр жерден айналып өтем. Клизма ұрсын. Бошы шеші! Ай, қолыма жәндеріме жейін. Рахмет. Кетшені, болды. Завтрак шик бар. Сізге клубта тамақ ішпей билей берген ғой. Завтракке тирамису чизкейк нәрсе бар ма екен сұрап көріңдерші. Давай андай. Жүресің ба? Жүресің ба деймін? Жоқ, завтракқа. Енді сөйлесіп жүрміз. Жоқ, завтракқа деймін. Жоқ. Бара беріңдер. Сәлем, Қорлан. Кешегі қылығым үшін кешірім сұрайын. Өзім де түсінбей қалдым.
Мына гүлді кешірім ретінде қабыл ал. Пажа, қалай? Амансың ба? Қалай ойлайсың? Мені жақсы көреді ма? Жақсы көрмесе, кешелі бері менің атымды Нұрдәулет деп 5 рет жазастырды ғой. Әйтпесе сенің атың мен менің атым шатастыруға келмейтін аттар ғой. Тым ұқсамайды. Иә. Кеше түнде үйге асықса ренжіп келді. Сенің ренжіткенін сезгем сол. Таңертең келіп кешірім сұрайтынды да білгем. Сен сонда мен үшін гүл әкелдің ғой, рахмет саған. Жоқ, гүлдерді қояндарым асырап жүрген қояндарым келген ғой. Айтпақшы, өзінің Даянамен қарым-қатынасын қалай? Бұлай енді сөйлестік, жақынырақ таныстық. Қой қайдағы ол? Өзіме ұнамай қалды. Мінезі басқаша екен. Айттым, дос болып қалайық дедім. Сен ба, ол айтты ма? Шынды айтшы. Мен айттым да. Сосын айттым, жылағысы келді, ана қойден не, жыламақ қой деп, әрең жұбаттым ба. Көз жасауырақ қалды ғой мүлкілдеп. Көйт айтпайшы, білем ғой Даяның қандай екен. Мен шымен білем, мен айттым дейм оған. Ясың байсың бірақ ең емес, ясың күштісің бірақ ең емес, сен мен емес, сен ең емес. Бізге тең келетін жер жоқ қой, ханның тағына отыр, тағда отыр деп примерно осы өлең қалай бола ма? Мына бітті ме? Еді. Айттым ғой саған ұзақ деп мынау ән. Қайдағы ұзақ, қықтың қысқа ғой мынау деген. Біздің жыр сал серілер деген келген кезде айлап жыл, кәдімгідей апталап ән айтады. Бұны бармайды мынау деген. Олар фонограммамен айтатын шығар, мен олай жасай алмаймын. Мен жыбақ бәрі. Қой мынауыңды қой, ана жыршы олардың қасында мынауың деген кәдімгідей бір ауыз сөз айналайын. Олар деген таныстыруының өзінен мынауың жетпейді мынайын сақырап. Мен таңға дейін ән айтамаймын олай. Мен бар болған таңға дейін сол қыздардың қасына отырып алып. Бәрі comes to me, бол, басқа ішін істемеймін мен. Болмаса Майлы Қожаның бір термесін жаттап алып айтып бересе, бұл жақта әлі авторский право деген жоқ шығар. Айналайын, Майлы Қожаңды танымаймын. Мен Моргенштерн болсам бір сәрі. Моргенштерн деген қайсы сол? Анау үсті басы черновик болып отқан рэпер. Кім? Бердібек, сен сұрақ қоймашы мақыма. Я Алла, ана шал бізді қайтадан тауып алған кезде осыған су жетпей қалсыншы, осы жерде қасыншы. Қайтадан айтпа, алып кетіңдер, бұл да керек жоқ бізге. Ана бірақ отвали қалсын. Отвали қалсын де. Ешкім болса, екі ортада мына промежуток, екі ортада қалып кетсін. Жоқ, керек жоқ, алып кет, керек емес. Онда былай істейік, айтпақшы, есіме түсті. Екеміз Беркут Аиша сияқты өлең айтайық. Мен алдында өлең айттырам, сен артында тверк білесің. Бәрі жақсы. Мен билей алмаймын ғой. Мен де клубта билеп үйрен қалғамда. Мен қалай бет тверк қазақ киімі билеп тұрам? Кайф емес па, зато трендте хайп болады. Жұрттар тұр жалға суретке түсіп атқан жоқсың ба? Нет, не хочу. Көндір. Онда былай істейік. Мына өлеңді айтайық қазір қара. C'est le conclusion à superзвезда. Тан 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 тан. Ассалаумағалейкум жиналған ауыл тұрғындары және қонақтары. Бүгінгі концертімізді ашық деп жариялаймыз. Англичане при встрече друг другу желают себе как больше наличности, а в переводе с английского наличности это кэш. А у нас у казахов все просто. Сондықтан да қайырлы кэш, ханымдар мен қайырлы кэш мырзалар! Бастаймыз! Танцует все вокруг, этот хит качает клуб. Надевай свой модный лук и зови своих подруг. Пусть танцует все вокруг, этот хит качает клуб. Недопитая Энесси, танцевать уже больше нету сил, мы словно с тобой на Ибице, и этот бит просит двигаться.
Сендер өзі шынымен де сал серісіңдер ме? Иә, аздап. Енді үйреніп жүргенбіз, бір-екі ошибкілер бар. Мына құрым халық бір жыр терме тыңдап шерін тарқатамыз ба дегенде не жыл ойдақ көрсетіп кеттіңдер сендер? Нормально. Мына түрлеріңмен ұрпағымыздың болашағы не болады, я? Сіз сияқты болашақта ақыл айтатын аталарымыз болса ғой. Жарайды, қашан жолға шығасыңдар? Бір-екі айдың шамасында. Бір-екі айында сендер не қайтадан жүріп үйренейін деп жүрсіңдер ме? Жоқ, таң азанда жолға шығамыз. Қонақ жайыңызға мың рахмет. Жарайды, енді жортқанда жолдарың болсын, енді мына жолда шөлдеп, шөлдеріңді қандырыңдар деп, мына су менің атымнан сендерге азынаулық сыйлық болсын. Thank you very much. Very. Матамды берейін, қолдарыңды жайыңдар. Жортқанда жол болсын, мақсаттарың оң болсын, дастарханың мол болсын, қыдыр қарып бақ қарсын, әрқашанда дендерің сау болсын, келіншектерің жүкті болсын, малдарың сүтті болсын. Мал демек шана, малды жайлауға апардыңдар ма, не қылдыңдар? Ол жайлауға апардық қой, ол жайлауға болмайды деді, ана келесі жайлау айдаңдар деді. Ай, мен сөйлестім ғой өзім. Биыл болады сол жайлауға жаямыз. Ол жайлау деген қазір ол жемалдырып жатыр. Келесі жайлауға апарыңдар деп айтты. Емес, биылғысына мен сендерге қалай түсіндіремін деймін. Бегеге қойыңызшы осындай. Әке, батаңызды аяқтасаңызшы. Ой, аяқтайтын несі бар? Әумейін. Ал жолдарың болсын айналайындар. Рахмет. Бағанағы аға сұлтанның берген батасын көрдіңдер ма? Ұзақ бір нәрсе отыр, қолым талып кетпейді отырады. Зато сол кісінің батасынан кейін бізге ешкім тиіспейтін сияқты. Жарты сағаттың ішінде бүкіл бәле жаладан қорғап тастады ғой. Қайдам, бірақ шынымен де тарих білмейміз ғой. Жігіттер, бізге су берген адам бар ғой, дұрыс айтыпты. Осылардың барлығы батыр бабаларымыздың арқасында ғой. Ешқандай Стив Джобс деген бізге көмек тимей қалды ғой. Бірақ мен осы заманда болғанда қандай бизнеспен айналысатынды уже білем. Мен банк ашатын едім, елдің барлығына кредит беріп тастайтын едім. Қойшы, еш болмаса бір-екі ғасыр проблемасыз, кредитсіз өмір сүрсін да. Ал мен салон ашатын едім. Уже клиенттерім бар. Мен 501 қатын алатын едім. Неге? Шыңғысханның рекордын жаңартпай Айтпақшыдай, ертең, таңертең не істейміз? Не істейміз? Сал сер емес сізде, ауыл арап концерт береміз. Негізі бар ғой, мен подругаларым Дубай, Таиландта болды ғой. Бірақ мен сияқты 18-ші ғасырда ешкім болып көрген жоқ. Мен осы ойлайтын бұрын бар ғой, осы бір-екі күн интернет, сет болмай қалса бір жынды болып кететін жарым деп соты өзіңізше. Болады екен ғой бір. Айтпақшы, менде аға сұлтан берген сусын бар. Алдындағы берген сусынға ұқсайды екен. Ішіп көреміз ба? Мүмкін өзіміз заманға түсіп кетерміз. Ой, қой, қаяқтан? Ол үшін, өтіп кету үшін алдындағыны стрёмный жігіт бар, сиқыршыға ұқсайтын. Сол беру керек, болмайды ғой. Қалды, қазір жай ішіп көрейік онда. Енді аға сұлтан бергеннен кейін бір нәрсе жұғыс болып қалар, ә? Тоқсан, алқашымыз бұра, еш болмаса, тоғыз тілек айтып шейік та. Ал айтал. Құдай берсін, кем қымасын, бас аман, бауыр бүтін болсын. Кетті. Санжар, Санжар, тұр, келдік. Данчо. Келдік. Нұрдәулет. Келдік. Даяна. Блин, кеп қойдық па не? Енді бизнес бастайын деп тұр едім. Қайтаңызшы тезірек. Келдік жігіттер. Кеттік, қайтайық. Тұңдар. Келдік па? Не болып кетті өзі? 70 пайдан әрең құтылдым ғой.
Наконец-то. Кеттік. Қалайсыңдар жігіттер, қалай демалдыңдар? Ай, ұйықтамадыңдар-ау. Қазір үйлеріңе барып ұйықтайсыңдар. Кеттік. Қайттық-ау. Баурадың жүрегімді сәніңмен, таба алмай сендей жанды күнім. Барайын армандарға өзіңмен, сағындым нәзік даусыңды. Biz әлі кездесеміз. Жанымда болсаң мәңгі. Біз әлі Арнаймын саған осы әнімді. Аралап алма бақты бірге, аяулым айтқан сөзің әлі есімде. Сүйіктім сүйем демедің бе? Неліктен қалды енді сол жүректе? Сағындым нәзік даусыңды.